Сәлем, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі менің жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Мінекей, бүгінгі мастер-классымызда осындай орындыққа чехол тігетін боламыз. Біздің хит болған ромбик велюрдан, әрине, бірақ бұл стульчик алдыңғы мастер-класстарға ұқсамайды, размері мүлде басқаша. Өйткені сіздерге қазір өлшем алуды және пішуді және қалай барлығын қосып, осыған керемет қылып, осы орындыққа әдемі қылып чехолымыздың тігу мастер-классын сіздерге от А до Я қылып көрсететін боламын. Енді қазір сіздерге сәттілік тілеймін. Менің мастер-классым соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпауларыңызды сұраймын. Ал енді өлшем аламыз. Ең бірінші біз мінекей бұл депутат деген стульчиктер дейді. Бұның неше түрі бар екен, қыздар. Мына ширинасы 45, 50, 55-ді көрдік біз. Енді мынаусы мүлдем басқаша. Бұл жіңішке және шағын екен. Бар жағынан қарағанда шағын түрі екен. Сол үшін сіздерге қазір осындай орындығы бар қыздарға осы мастер-класты түсіруге ниет қылып отырмын. Бұның өлшемін алған кезде біз ең бірінші мінекей орындықты өлшейміз. Орындықты мына жағынан, мына жағына қойып тұрып өлшеп аламыз. 44. Жазып аламыз, орындық дейміз. 44-ке шамамен ең жалпақ жағы 41 болғандықтан 41 қылып аламыз. Қалған жағы өзі қысқарып кете береді. Ал енді спинкасын өлшейміз. Мінекей дәл ортасына қоя тұра. Спинкасы 58 болды. Арқасын, міне орындығымыздың артын сіздерге көрсете отырайын. Дәл осылай қылып төбесіне қойып отырып, мына жерге дейін 65 екен. Дәл осы жерге дейін өлшейміз. 58-ге 65-ті қосқанда ұзындығы шығады. Енді осының енін өлшейміз. 34 екен, қыздар. 34. Барлық жақтары 34 болып бітеді екен. Мына жағының жалпақтығын ұмытпаймыз. Өйткені екі жағда 34 болса, мына жалпақтығынан тар болып қалады, притык болады. Бұл жағынан 4 сантиметр екен, сонда 34-ке 2 сантиметрден қосамыз. Мына жағынан 2 сантиметр, мына жағына 2 сантиметр кеткенде 4 сантиметр болады. Общий ені 36 сантиметр екен, қыздар. Біз бұлайынан бәрін алып болдық. Мына жағынан біз 17 сантиметр алады екенбіз, мына жағынан түсіру үшін. 2 сантиметр тігіске кетсе, 15 сантиметр ұзындықта желбіріміз астынан төгіліп, юбка ұқсап тұратын болады. Осындай қылып өлшем алғаннан кейін, біз барлығын қосамыз. Қазір өлшемді енінен қанша алатынымызды, және де ұзындығынан қанша алатынымызды. Енді сіздер білесіздер, ені ең жалпақ жағы 41 болғандықтан 41 қылып аламыз. Ені 41. Барлық орындыққа 41 қылып аламыз. Ал енді ұзындығын есептейтін болса, мінекей 58 қосу 65, 123 болды. Спинкасының өзі 123. Оған жаңағы орындықтың ұзындығын қоссақ, 44-ті қоссақ, 167 сантиметр мата керек екен ұзындығы, в общем. 170 болу керек екен, қыздар. Ені 41-ге 170 сантиметр мата керек екен. Енді сіздер білесіздер, біздің ромбик матамыз, оның ені 2,80. Мінекей білесіздер, мынандай матаны, оның ені 2,80 болғандықтан, біз бұны 2-ге бөлеміз.
бүктеулі жағынан 2-ге бөлген кезімізде бізге 140 сантиметрлік мата болып шығады. Ұзындығы 140. Оған бізге жаңа 170 шығу үшін тағы да бір кемінде бір 35 сантиметр мата керек болады. Сонымен 175 сантиметр шамамен шығарамыз. Мінекей мен матамды осылай қылып пішіп алдым. Міне. Білесіздер, мына етек жағын артына спинкісіне жібереміз, ал бұлайғы жағы алдына төселеді. Үшін біз мінекей жартысынан 2 шығарып жатырмыз ғой, 2 жарты. Сол үшін біз 41 сантиметрді 6-ға көбейтіп аламыз. 6-ға көбейткенде 2,50, 2,5 метр ромбик кетеді екен. 2,5 ромбикті біз 2-ге бөліп, мінекей бөліп тастағанда 12 штук шығады. Дұрыс па? Сонымен 12 стульчикке бізге қанша мата кетеді екен? 3 метрдей мата кетеді екен. Артындағы жаңа 35 сантиметрлік мынандай жалғауымен есептегенде 3 метр ромбик мата кетеді екен. Ал егерде сізде 4 стульчик болатын болса, сіз 41-ді 2-ге көбейтесіз. 41-ді 2-ге көбейткенде шамамен 1 метр шығады. 1 метрден 4 стульчикке осындай әдемі чехол шығарады екенсіздер. Оны алдыңғы мастер-класста көргенсіздер. Бірақ бұның размері басқаша, сол үшін көп мата ысырамайды екен, қыздар, және де экономичный екен. Мына стульчик ықшамдау екен, шағындау да. Ал енді 3 метрлік велюр матадан, мінекей, ромбик велюр матадан, және плюс 2 метр однотонка матовый матамен біз қазір керемет чехол шығарамыз. 12 стульчикке 3 метр мата кетеді. Және де астына, білесіздер, біз мына бетіндегі чехол жылжып кетпеу үшін мынандай лента тігеміз, 4 жағынан астынан байлап қоятын лайфхакымыз бар. Соны да қолданатын боламыз. Мына новичоктар жаңадан менің каналыма тіркеліп көріп отқан болсаңыздар, аяғына дейін көрсеңіздер, түсінесіздер, мына лентаны асыл зат не үшін қолданатынын. Ал енді мастер-классымызға кірісейік, іске сәт дейміз. Кеттік. Мінекей қыздар, біз мына жағын, мына велюрымыздың ізін, оны всегда артына қаратамыз, чтобы міне мына жағы біздің бірдей болып барлық стульчигімізге осылай қылып түсу үшін. Міне. Енді біз мына 35 сантиметрлік жалғауды мен ворстына қарап жалғап алдым. Міне қарап отырсаңыздар, міне ворстына қарап жалғап алдым, цветі түстес болу үшін. Бірінші екеуін жалғағаннан кейін, міне үстінен тағы бір жүрдім. Мынандай тігіс қылдым. Енді осыны теріс жағын төсеп аламыз. Мына жағын сәйкестендіріп аламыз, міне. Әдем болып жату керек, қыздар, міне. Ешқандай бүрілген, сүрілген болмау керек, қисық болмау керек. Міне осылай мына жағын бүйтіп аламыз, міне белгілеп. Және бірде қыламыз. Міне бірде қылып сәйкестендіріліп аламыз да. Асты да шығып кетпеу керек екі жаққа. Екі жағы бірдей болғандықтан бір жағына шатасып кетпеу үшін былай қылып инемен тоқтатамыз. Мінекей құрметті көрермендер, мен міне белгілеп алдым, екі шетін қайырып тұрып, орындығыма өлшей тұрып, енді мына жағын әдемілеп тігіс жүргіземін бірдей қылып. Міне мына жағына келгенде, қыздар, міне бір қайырып аламыз. Мына жерден қайырып кетеміз. Мінекей мен екі жағын тіктім, қыздар. Енді стульчигіме кигізіп көремін. Бисмилля деп.
спинкасы әдемі киілді, көріп тұрсыздар, ешқандай тар болып тұрған жоқ. Ал енді мынау жағы әдемі болып тұр. Міне артынан да, міне жамбасынан да, мінекей. Міне жаңа орын қалдырғанбыз. Егер де былай болып кеткенде, былай бүріліп қалатын еді қыздар. Сол үшін біз мына жерден тоқтатып отырмыз. Қазір жаңа желбіріміз келіп, мына жерге тігіліп кететіндей қылып. Ал енді желбірін тігуді көрейік. Желбір тігу үшін біз чехолымызды оңнан қойып алып, және де мынаның ворсын былай қарата отырып, сәл артықтау қылып аламыз. Міне мына шетінен бастап тігіп кете береміз. Әдемі сборка болу үшін ұшпа ұш қыла отырып, мына жерге келгенде қазір сборка жасаймыз. Кішкене қылып сборка жасап аламыз. Сонда мына жағынан да мінекей 6 сантиметр қылып тігеміз. Міне былайынан қайтарып алдық қыздар. Міне бұрышын. Міне осылай қайтарып аламыз да. Бұл жағынан да 6 сантиметр, вот примерно на жер 6 сантиметр. Сборкамызды былайынан істейміз. Керемет, күшті, оңай және тез қыздар. Мінекей құрметті көрермендер, былайынан міне менің невем жатып тұр. Міне сборочка осылай болып тұр, әдемі бұл, керемет бұл. Мына алдынан да осылай болып түседі міне. Тамаша болып тігілді. Лентамызды тігіп аламыз қыздар. Ал біздің стульчигіміздің чехолы дайын болды осымен. Қазір енді нәтижесін көретін боламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің керемет чехолымыз дайын болды. Мінекей осындай шағын ғана депутат деген стульчигімізге қазір кигізіп, сіздерге нәтижесін көрсететін боламын. Енді мынаны астына осылай қылып аламыз да, міне осылай қылып байлап тастаймыз қазір. Осы құпиямды сіздермен бөлісіп отыр мінекей. Мінекей қыздар, әдемі біздің чехолымыз міне қимылдамайды, жылжып та кетпейді, міне бала да тарт тастамайды. Ал менің мастер-классым сіздерге ұнаса лайк басуды және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі мастер-класстардан құр қалмайсыздар қыздар, бөлісіңіздер айналаңыздағы шебер достарыңызбен. Сіздерге сәттілік тілеймін.